Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен яғни туынды тақырыбына есептеу шығарғым келіп отыр. Өзімді таныстырып кетейін қысқаша. Барлықтарыңызға сәлем достар. Менің аты-жөнім Жанбаев Мансұр Болат. Мен Modern Trees Академияның 3-ші курс студентімін, болашақ математика пәнінің мұғалімі. Және бүгін біз сіздермен туынды тақырыбына есептеу шығаратын боламыз. Жалпы туынды дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін болсақ, туынды бұл бізде функцияның өзгеру жылдамдығын сипаттайтын математикалық ұғым болып табылады. Енді оның сәйкесінше осындай түрлі формулалар бар, яғни бізде қандай да бір санның туындысын нөлге тең болады, яғни константаға тең болса, бізде дәрежелі функция үшін бізде яғни дәреже алдынан түсіп сәйкесінше бірге келмейді. Көрсеткіш функция үшін яғни бізде өзі тұрады және оған ln a сәйкесінше көбейтіледі. X бізде яғни бұрынғы x болып табылып қала береді. Логарифмнің a-ның негізінде x-тің туындысы бізде 1/x тең ln a. Бізде қазір керек болатындар яғни синус x-тің туындысы яғни косинус x-қа тең болады. Косинус x-тің туындысы сәйкесінше минус синус x-қа тең болады. ln x-тің туындысы 1/x. Және түбір астындағы x-тің туындысын қарайтын болсақ 1/2 көбейтілген түбір асты x. Тангенс x-тігі 1/2 косинус квадрат x. Котангенстігі минус 1/2 синус квадрат x болып табылады. Және де бұл жерде яғни арк синустар көрсетілген формулалар. Әзірше бұл бізге қажет емес. Әзірше біз яғни осы столбиктағы формулалармен жұмыс істейтін боламыз. Және көп ұзамай өзіміздің мысалдарға көшейік. Яғни бізде осындай екі түрлі мысал берілген, яғни fx тең минус 2x куб минус 3x квадрат плюс 4 функциясын, яғни алғашқы туынды алсақ, яғни fx, яғни осыдан туынды алатын болсақ, бізде қалай болады, яғни x-тің дәрежесінің туындысын біз қалай аламыз? Яғни дәрежесі алдына түсіп, сәйкесінше өзі бірге келмейді. Осы формулаға қазір осы есепті біз шығарамыз. Яғни минус 2x куб дейді. Яғни минус 2 деп жазып қойайық. X кубта, яғни дәрежесі 3 алдына түседі. Және де сәйкесінше өзі бірге келмейді. Яғни x квадрат болады. Минус жазып қойайық. 3, яғни 2 алдына түседі. Және өзі бірге келмейді. Яғни 1, яғни біз 1 жазбай қоямыз. Яғни плюс 4, яғни біз айттық, санның туындысы бізге 0-ге тең. Және осыны қысқартып жазатын болсақ, бізде неше болады? Минус 2 3-ті көбейтсек минус 6 x квадрат минус 6x. Яғни бізде осы функцияның туындысы минус 6x квадрат минус 6x-қа тең екен. Және осы функцияның туындысын алатын болсақ, x кубтың туындысы бізде яғни 3 алдына түседі. Енді сәйкесінше дәрежесі бірге келмейді, яғни жазып қойшы 3 минус 2 деп, иә? Бірге келмейді. Енді бізде 6x квадрат дейді, 6-ны жазып қойып, алдына 2 түседі, және өзі бірге келмейді. 1 деп жазып қойсақ болатын өзерге. Плюс 9x-ның туындысы яғни кәдімгідей 9 болады, ал минус 4-ның туындысы яғни сәйкесінше 0-ге тең. Енді қарайық. 3x жазып қойып, дәрежесі 3 минус 1 яғни бізде квадрат. 6 көбейтілген 2 бізде минус 12x, және де плюс 9-ға тең болады екен. Келесі мысалдар, яғни бізде бірінші мысал қарайтын болсақ, бізде fx тең 5 синус x плюс 3 косинус x деген мысал берілген екен. Біз яғни білетініміздей синус x-тің туындысы бізде неге тең болады? Косинус x-қа тең болады, косинус x-қа тең. Ал сәйкесінше косинус x-тің туындысы бізде минус синус x-қа тең. Енді осы формулаға қарай отырып, осы есептерді шығарайықпыз. Яғни осы есептің туындысын алатын болсақ, бізде яғни жазып қойып fx 5 жазып қойып, синус x-тің туындысы бізде косинус x-қа тең, және плюс 3-ті жазып қойып,
косинус x'in туындысы, яғни минус синус x'қа тең. Минус синус x. Асырасып қойайық. Яғни бізде жауабы 5 косинус x, яғни минус алдына шығарып жіберсек, минус 3 синус x-қа тең болады екен. Келесі мысалы қарастырайық. fx тең синус квадрат x плюс косинус квадрат x деген мысал келтірген екен. Бұл бізде яғни тригонометриялық формулалардың негізгі бір формуладан келеді, яғни бізде синус квадрат x плюс косинус квадрат x нешеге тең бізде? Сәйкесінше 1-ге тең, иә? Осы формулаға, яғни қарай отырып, біз осы есепті шығарамыз. Яғни бізде осы формула сәйкес бізде яғни 1-ге тең. Ал бізде 1-дің туындысы, яғни нешеге тең? Бұл бізде 0-ге тең екен. Және бізде осы функцияның туындысы 0-ге тең. Келесі мысалы мынаны қарастырайық. fx тең котангенс x плюс 12x куб бөлінген пи квадрат атты бізде функциясы берілген екен. Енді біз осы функциядан алғашқы функциясын туынды алатын болсақ, бізде қалай болады? Бізде котангенс x-тің туындысы неге тең болады? Минус 1 бөлінген синус квадрат x-ке тең, иә? Осыны жазып қойайық. Яғни минус 1 бөлінген синус квадрат x. Және плюс тик 12 бөлінген пи квадрат, бұл бізде яғни кәдімгі және тұрақты сан болып табылады. Оны біз алдына көбейткеніміз негізі абзал. Сондықтан біз қазір өшірейікші. Алдына дұрыс әдемілеп тұрғызайық. Яғни бізде 12 бөлінген пи квадрат. Және бізде қалай болды? Көбейтілген минус 1 бөлінген синус квадрат x. Және бізде не қалды? X куб қана қалды. X кубтың туындысы бізде қалай болады? Яғни 3 дәрежесі алдына түседі, және дәрежесі бізге 1-ге келмейді. Және сәйкесінше енді 3 пен 12-ні көбейтіп, минусын көбейтіп, яғни бізде жауабы минус 36x квадрат бөлінген пи квадрат және көбейтілген 1 бөлінген синус квадрат x атты жауап шықты сәйкесінше. Және келесі біз осындай есепті қарастырып жіберсек, яғни бізде қандай есеп берілген, функция берілген? fx тең косинус x бөлінген косинус x минус синус x атты функциясы берілген екен. Және біз бәріміз білетіндей косинус x осы жерден біз яғни аша алатын болсақ, косинус x бізде яғни қалай ашылады? Косинус 2x бұл бізде косинус квадрат x минус синус квадрат x-ке тең, иә? Осы формулаға қарай отырып, біз осы өрнекті ашайық, яғни осыны жазайық. Туындалатын болсақ, дөбесін жазып қойып, косинус квадрат x минус синус квадрат x және де бөлінген косинус x минус синус x. Енді біз бәріміз білетіндей, яғни косинус квадрат x минус синус квадрат x формуласын біз қалай аша аламыз? Бізде 7-ші сыныпта өткенде қысқаша көбейту формуласында бізде а квадрат минус б квадрат атты формуласын біз қалай ашушы едік? Яғни а минус б өтеміз а плюс б деп ашатын едік. Тура осылай біз осы өрнекті ашатын болсақ, яғни бізде косинус x минус синус x көбейтіледі косинус x плюс синус x. Осы бізде бөлінеді, яғни косинус x минус синус x. Енді бізде қарай көретін болсақ, косинус x минус синус x көнектері яғни бізде қысқарады. Сәйкесінше бізде не қалады? Косинус x плюс
синус x функциясы қалады. Және де осыдан біз туынды алатын болсақ, косинус x-ің туындысы бізде минус синус x-қа тең, ал синус x-тан туындысы бізде косинус x-қа тең. Және де бізде осы функцияның туындысы минус синус x плюс косинус x-қа тең екен. Сіздер салып тыңдағаныңызға көптен көп рахмет. Менде әзірше осы. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.